қоя қой. Апа, маған қазақтың Салт дәстүр туралы ма? Иә. Өмірге сәби келгеннен басталады ботақан. Тыңдап отыр, жақсылап тыңдап отыр. Шыр етіп дүниеге сәби келеді. Бала сәби келгеннен кейін оны шомылдырып, қырқынан шығарамыз. Алғашқы тойы нәрестенің. Одан кейін шілдехана тойы болады. Шілдехана тойынан кейін беске саламыз, тұсау кесеміз, мұсылман қып сүндетке отырғызамыз. Папа, маған бесік туралы айтып беріңізші. Иә, айтып берем, қызым, көрдің ба? Шашың қандай әдемі, көйлегіңе сай әдемі, атаңа затың сай әдемі сұлу қыз болу. Кел ал, бесікке барайық. Дәстүріміздің бір түрі, мінекей, көрдің ба? Мынау бесікті алдымен баланы бөлемес бұрын жақсылап тұрып, әдемілеп, тазалап, сүртіп, жуып алады. Түсіндің ба бесікті? Баланы бесікке жатқызбас бұрын көсеуді ыстық шоққа қарып басып, мына бесіктің мына жеріне көсеумен, бала немес, көсеумен қарып алады. Бесік таза болсын, бұған құрт құмырсқа, шайтан, жын пері жуылмасын дейді. Бесікке бөлеманын бесіктің астында түбегі болады. Көрдің ба, манасында тесігі бар. Мінекей, көріп тұрсың ба? Мына осы түбегіне бірінші піштірма жасайды, кәмпет, дән дақылдар салып, астынан өткізеді. Бесіктің жан-жағына кішкентай балалар отырады, соларға піштірма жасады. Кәмпет салады да, тыштыма деп айқайлап балаларға айтады. Содан соң мінекей әдемілеп осы бесіктің ішіне бөпені бөлейді. Айтайық, е? Мына ішінде бөпе жатыр деп елестетіп көр. Ал, бастайық. Әлди, ақ бөпе, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін, байғұтанын сүйегін, жіпке тағып берейін, әлди, ақ бөпем. Қызым, бесікті білдің, бұл да салт дәстүрдің бір түрі. Енді тағамдарына көшейік, жүре ғой. Қымыз дейді бұны. Қымызды биені сауып, биенің сүтін ашытып, көбеге пісіп, одан қымыз жасайды. Бұл да қазақтың салт дәстүрінің бір түрі. Мінекей, қымыз ішіп көр. Мынау жет, қазақтың ұлттық тағамы бұл. Апа, қымыздың еткен әдемі. Ой, рахмет, ас болсын, қызым.